Тіпті тойып тамақ ішуге де мүмкіндігі жоқ бұл бала. Өз қолымен жасаған шағын генераторын егістікте жүрген әкесіне апарып көрсетеді. Жел қалақшаларды айналдыра бастағанда радио іске қосылды. Басында әкесі оны мақтайды. Сонда бала бұл құрылғыны үлкенірек етіп жасаса, жер астынан су тартып шығаруға болатынын айтты. Осылайша егінді суарып, бұл қуаңшылықтан аман шығуға болар еді. Бірақ ол үшін әкесінің жалғыз велосипедін бөлшектеу қажет болатын. Әкесі бұл аңғал баланың сөзіне мүлде сенбей, бұл ойлап тапқан нәрсесін жай ғана ойыншық көреді. Ол ашуланып генераторды лақтырып жіберді де. Бұндай сандырақпен айналысқанша, өзімен бірге жер қазып пайдасын тигізуін талап етті. Бұл Африкадағы Малави елінің шалғайдағы кішкентай бір ауылы. Мұндағы өмір өте қарапайым. Жалғыз электронды құрылғы радио. Ал 20 шақырым радиустағы жалғыз су көзі ескі құдық. Ауыл тұрғындары негізінен табиғаттың рақымына күн көреді. Бұл 13 жасар бала тату тәтті әрі бауырмал отбасыда өсті. Тұрмыс қаншалықты ауыр әрі кедей болса да, әкесі оны мектепке жіберуге қарсы болмайды. Алайда бір күні ауылға бұрын-соңды болмаған нөсер жауын құйды. Әкесі лайдың ішінен тұқымдарды сақтап қалуға жанталаса тырысқанымен, оларды су ағызып әкетеді. Жаңбыр басылғанымен қайғы қасірет аяқталмады. Соңғы 100 жылда болмаған қуаңшылық басталады. Жердің кеуіп кеткені сонша, бойында бір тамшы да ылғал қалмады. Бүкіл өскіндер ми қайнатар ыстық күннің астында күйіп кетті. Әкесі әлі де егін егуге үміттеніп, тереңірек қазып көреді. Бірақ әр кез сайын тек шаң көтеріліп, бір тамшы да су таппайды. Әкесі үйдегі қалған азық-түлік қорына қарап, тамақтың тағы бір айға ғана жететінін айтты. Азықты үнемдеу үшін олар жүгеріні ұнға айналдырып тартып, оны қайнатып, кішкене жапырақтар қосатын. Бұл бүкіл отбасының бір күндік тамақтану нормасы еді. Қуаңшылық күн сайын үдей түсті. Аштықтан қаншама адам көз жұмды. Аш-жалаңаш тұрғындар тамақ іздеп ауылды тастап кете бастады. Ашқан адамдар ар-ождан мен адамгершілікті мүлде ұмытқан еді. Олар баланың үйіне баса көктеп кіріп, барлық азық-түлік қорын ұрлап кетеді. Бос қалған қоймаға қарап, анасы бұрын-соңды болмаған түмілуді бастан кешірді. Бұдан кейін үкімет көмекке келіп, тұрғындарға арзандатылған бағамен азық-түлік жеткізіп береді. Анасы тамақ сатып алу үшін жинап отырған бүкіл ақшасын баласына ұстатты. Бала сатылым өтіп жатқан жерге келгенде жағасын ұстайды. Аш адамдар ағылып, ішке қарай ұмтылып жатты. Бала есік арасындағы саңлаудан сып етіп өтіп, әйтеуір 15 килограмм жүгері сатып алады. Үйге оралғанда әкесі азық ұзаққа жетуі үшін күніне бір-ақ рет тамақтануды ұсынды. Фильмнің атауы «Мальчик, который обуздал ветер».